Кезінде бір видео көргем, сол видеода өте күшті мысал келтірілді. Анау қазіргі адамдар бар, әртістер, актерларды жақсы көреді ғой қатты. Сол жақсы көрген кезде ана қасына барып, жылап, ананы көргенге бір енді қуанады, қатты қуанады да. Ана кісі айтып жатыр да видеода. Бірақ дейді, ол адам дейді, сол адам тура солай сені жақсы көрмейді ғой дейді да. Тура солай сені вообще сені жақсы көрмейді да, вообще сені есіне алмайды да, сен солай қасында жылап жатқаныңды. Өйткені оның алдында мыңдаған адам жылайды. Ешкім еске алмайды да оны. Сол ойлашы дейді. Бірақ білесіз ба? Мына жерде көзіме жас келе жатады ғой қазір. Бірақ сондай адам бар да, сіз оны жақсы көресіз, бірақ ол сізді одан да артық жақсы көреді. Ол сізді көрмеген тіпті, көрген де емес. Бірақ сіз ол адамды солай жақсы көретін болсаңыз, қатты оған еруге тырысатын болсаңыз, ол сізді одан да артық жақсы көреді. Ол біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Взаимность бар да бұл жерде. Бұл махаббатта не бар? Взаимность бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіз үшін, мен үшін, сіз үшін үмметім деп естіген түнімен намаз оқыған. Аяғы сіңеше. Мемлекеттік істердің бәрін басқарып, 23 жылда діннен д деген әріпті білмейтін, Алла тағаланы жалғыз деп танымайтын жерді өзгертіп жіберген. Сондай адамдар пайда болған, сахабалар. Сахабалардың дәрежесі қандай өсіп кетті сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның себебімен да. Бұл осы адамды жақсы көреміз ғой біз деймін да.